Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге WhatsApp-тағы SMS-теріңізді ешкім оқымау үшін құлтап қоюдың жолын көрсететін боламын. Және де машинистер кей кездерде бұзудың әрекетін жасайды, сол үшін не істеу керек? Алдымен WhatsApp-қа кіріп, 3 точканы басамыз төбедегі. Одан настройкаға кіреміз. Настройкаға кіргеннен кейін кілт тұрған аккаунт дегенді басамыз. Екінші тұрған жазуды басамыз, 3 точкасы бар. Одан кірсеңіздер, басқан кезде выключить деп тұрады. Соны басасыздар. Одан кейін сіздерде 6 санын жазу керек болады, өздеріңіздің қалаған 6 сандарын жазу керек. Менде қап-қара болып тұр, сіздерге көрінбейді. Себебі мен жазған кезде сіздерге көрінбейді ол. Сол себеп енді өздеріңізге қалаған кодтарыңызды жазасыздар. 6 санды ол кодты сізден басқа ешкім білмейді. Одан кейін мошенниктерді сіздің WhatsApp-ыңызға кіруге тырысса, ол кіре алмайды. Себебі сол кодты жазу керек болады. Сіздермен болған мен Асия. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.